Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, бүкіл мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізден еруші сіздер мен біздерге Алланың мейірімі жауғай. Қасиетті мынау Рамазан айы баршамызға берекелі болсын. Рамазан айында көптеп мол сауап істеуді, ізгіліктердің басқасында болуды Аллах Тағала біздерге нәсіп етсін. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айы бұл менің үмметімнің айы дейді. Біз үшін берілген осы айда Алла субхану ва тағаланың мейіріміне бөленуді сіз бен бізге Аллах Тағала нәсіп етсін. Пайғамбар алейхиссалату уассалам Рамазан айы кіріп те Алланың мейіріміне, кешіріміне бөлене алмаған адамның жүзі жерге сықалансын дейді, мұрнымен жер сүзсін дейді. Сол қарғысқа ілініп қалудан баршамызды Аллах Тағала сақтасын. Ал енді Рамазан айында Алла субхану ва тағала біздерге ораза ұстауды міндет етті. Оразаның хикметтеріне, оның пайдаларына қысқаша тоқталатын болсақ, Алла субхану ва тағала Құран кәрімде сендерден алдыңғыларға парыз еткендей сендерге де оразаны парыз еттік дейді. Иман еткендерді Алла субхану ва тағала меңзеп, я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum. Себебі не екен? Одан алатын пайдамызды Алла субхану ва тағала осы Құран кәрімде лааллакум таттақун дейді. Мүмкін сендер тақуалыққа жетсерсіңдер дейді. Яғни Алла субхану ва тағаланың бізге бұйырған әрбір бұйрығында немесе бізге тыйған тыйымдарының барлығында біз үшін бір пайда бар. Оразаның да пайдаларының бірі бұл тақуалыққа жетісу. Алла субхану ва тағала бізді өзінен қорқуда, бұйырған бұйрықтарын орындауда, тыйған амалдарынан тыйылуда, яғни тақуалық ұстануда бізге жар болатын, сол тақуалыққа жетісуге себеп болатын бірден бір амалды өзі Құран кәрімде баяндап жатыр. Ол ораза ұстау. Ораза ұстаған кезде адам баласы шахуатын тыя бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде жастарға қарап, шамаларын келген үйленіңдер дейді. Жастардың қоғамына қарап айтып жатыр, шамаларын келген адамдар үйленіңдер дейді. Шамасы келмеген адам ораза ұстасын, өйткені ол оған қалқан дейді. Жастарды не үшін үйленуге шақырып жатыр? Себебі шахуаты қозып, харам іске барып қоюдан сақтау үшін үйлен деп жатыр. Ал енді шамасы келмеген адам олай болса ораза ұстасын дейді. Себебі ораза оған қалқан болады, неден? Сол шахуатын тыюға көмектеседі. Енді бізге мына аятта Алла субхану ва тағала тақуалыққа жетсерсіңдер деп жатыр. Демек ораза ұстаған кезде адам баласы сол нәпсін тыяды. Тағы да ораза ұстаған кезде тақуалыққа жетісудің бірі өзгенің қамын ойлай бастайды. Әсіресе егер ол адам бай болатын болса, ораза ұстаушы адам мұқтаждың, аштың жағдайын түсіне бастайды. Себебі адал болған астың өзіне жолай алмай күн батқанша отырады. Алла рұқсат етіп қойған, адал болған, адал еңбегімен тапқан малдың өзін, тамақтың өзін жей алмай күтіп отырады. Неге? Өйткені Алланың пәрмені күн батқанша. Сол уақытта, сол аралықта аш болған кезде жағдайы жоқтардың, аштардың халін түсінеді. Қазіргі таңда Аллаға шүкір елімізде көшеде үйтіп аш қалып жатқан адамды көрмеспіз. Сол үшін де аштардың жағдайын қатты түсіне бермейміз. Бірақ мына Африка елдерін қарасақ, басқа да қиналып жатқан елдердегі бүгінгі таңда желілерден біз қаншама суреттерді көреміз. Қабырғасы бір-біріне жабысып қалған жас балдарды көресіз. Соларды көрген кезде адамның әлгі ораза ұстаған кезде аш болған халін есіне алады. Мен сол кезде қиналған ем ғой. Мыналар мен ғой күн батқанша әйтеуір шыдасам болды, күн батқан кезде аузымды ашып әйтеуір жерім бар ғой. Мына бейшараларшы деп адам баласы ойлана бастайды. Сосын Алланың берген мал мүлкінен шығару оған оңайлау болады.
яғни нәпсін тәрбиелей бастайды. Оразаның хикметтерінің тағы бірі, адам өзінің әлгі әсіресе ашушаң адам болатын болса, ашуға тез берілетін адам болса, оған да ораза тәрбие айы болып саналады. Оразаның хикметтерінің бірі. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер кімде-кім ораза ұстайтын болса, оны біреу сөгетін болса, немесе ұратын болса, ол мен оразамын деп 2 рет айтсын дейді. Не үшін 2 рет? Біреу ол адамға ескерту ретінде. Мен оразамын, менімен ұрыспай-ақ қойшы, төбелеске бармайық деген секілді. Біреу өз нәпсі үшін. Бәлкім біріншісі өз нәпсі үшін десек те болады. Өзіне өзі, мен оразамын, бұнымен айқай-шуға барма, төбелеспе, ұрыспа деген секілді. Кешіріп жібере алмасаң да, қиын, дәл сол сәтте кешіріп жіберу мүмкін. Алайда соның өзінде өзіңді ұстап, мен оразамын деп өзіңе 1 рет айтып, қасындағы кісіге ескертіп, мен оразамын деп 2 рет айтсын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, адам баласын ашуды жеңуді де үйретеді. Ораза бұл әрі тәрбие айы деп те айтсақ болады. Адам баласы өзінің мінезін, ақылағын тәрбиелейді. Ораза айы және де күнәлардың кешірілуіне себеп болатын ай екен. Өйткені Алла субханаху ва тағала хадис құдсиде, пендем ораза ұстайтын болса дейді, оның сауабын мен берем дейді. Барлық амалы пендемнің өзі үшін дейді хадистің басында. Оразадан басқа, оның сауабын мен берем дейді. Өйткені ол тамағын да, шахуатын да мен үшін тыйды дейді. Қараңыз, Құдай үшін тыйды. Шында да ешкім білмейтін еді. Мысалы, бір адам жалқаулықпен намаз оқымай қойып жүрсе, аңғарылып қалады. Қажыға бармаса, зекетін бермесе, аңғарылып отырады. Ал енді ораза ма, ораза емес пе, оны ешкім білмейді. Я оразамын деп алып, тығылып жеп отыра берсе де, оны ешкім біле алмайды. Яғни ол Раббысы мен құлының арасындағы сырлы ғибадат екен. Сол үшін де Алла субханаху ва тағала айтады, оның сыйын мен беремін қияметтің күні дейді. Бұл дүниеде оның күнәсін кешіріп жатса, ақыретте Алла субханаху ва тағала сыйын өз беремін дейді. Енді ойлаңызшы, бұл дүниеде басшының қолынан, сіз жұмыс істеп жатқан мекемеде басшының қолынан өзіңіз ерекше сый алып жатсаңыз, мерейіңіз үстем болып қалады, солай емес пе? Ал енді елбасының қолынан алып жатсаңыз, ол мейлі бір кішігірім тас болса да үйдің төріне қойып қоясыз, елбасының қолынан алғам деп. Ал енді Рамазан айын оразасы ұстаған адамға Алла субханаху ва тағала қияметтің күні бүкіл адамзаттың алдында шығарып ортаға өзі сый беремін дейді. Бұл дүние өткінші екендігін ұмытпайық. Бұл дүниеде қаншама ләззатқа батсақ та, кенелсек те рахатқа, барлығы да өткінші. Ал жәннаттікі, ақыреттікі ол басқаша болмақ. Жәннатқа кіргендер айтады екен, біз бұл нәрсені дүниеде көрдік қой дейді. Осылардың барлығын дүниеде көрдік қой дегенде Алла субханаху ва тағала, жоқ, ол емес. Олай емес. Ол осының ұқсасы дейді. Ва уту бихи муташабихат дейді. Ұқсасын бердік дейді. Ақыреттегі басқаша. Бұл дүниедегі ләззат сол сәтте бітіп қалуы мүмкін. Ақыреттікі түк емес. Сол үшін де бұл дүниенің азын-аулақнау шахуатқа, тамаққа, сусынға бола нәпсімізді тыя алмай, оразаның берекесінен махрұм қалмай қайын. Және де Рамазан айындағы оразаның хикметтерінің бірі, қазақта табыс тауып жатсаң Құдай берекесін берсін дейміз. Әр нәрседе Алланың берекесін тілейміз. Рамазан айында Алла субханаху ва тағаланың берекесі сәресіне тұрғандарға екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сәресіне тұрыңдар, ода береке бар дейді. Сол үшін Алланың берекесіне, Алла субханаху ва тағаланың берекесіне бөленетін ай осы Рамазан айы екен ағайын. Сол үшін Рамазанның оразасын ұстап, Алланың берекесіне бөленуді Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Аяттағы айтылғандай, ең әуелгі жоғарғы Рамазанның хикметі бұл тақуалыққа жету. Алла субханаху ва тағала баршамызды сол тақуалардың қатарында етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.